Köy yaşımızda köye düştü. Gün tün demey еңбек etip, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде-бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда тұр. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім-жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлы батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзім көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тән аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандар жолдас болсын. Құрметті осы кештің қонақтары, ұстаздар, оқушылар, отанына шын берілген қайсар, ержүрек, батыр Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына арналған тұлға тағылымы, қаһарманның құндылыққа толы ғұмыры, өнер мен рух тоғысқан кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Кешегі неміс фашист басқыншыларымен болған қырғын соғыстағы жеңіс оңайлықпен келмеді. Талай ардақты азамат елі мен жері үшін жанын қиды. Соның бірі емес бірегейі қазақтың Бауыржан батыры. Бауыржан Момышұлы деген есімді естігенде ең бірінші патриот, еліне адал адамның бейнесін елестетесің. Енді біздер бүгін осы қан майданда қасық қаны қалғанша соғысып, ерлік істерімен отан үшін күрескен батыр ағамыз, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, әскери шенді қызметкер, даңқты қолбасшы, қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлы туралы сыр шертпекпіз. Бүгінгі кездесуіміз батырдың ерлігі мен өнегелі істеріне арналады. Намысын айсағайдай шатырлаған, тайсалмай отқа кірген лапылдаған, жауыздың талқандаған тас қамалын, Бауыржан батыр бабам, батыр бабам. Бауыржан шыққан тегі тауылдан, алғыс алған қауыннан, қаһарманы қазақтың Момышұлы Бауыржан. Шыққан тегі тауылдан, алғыс алған қауыннан, қаһарманы қазақтың Момышұлы Бауыржан. Киелі қолындағы алтын қалам, ерліктің семсеріндей жарқылдаған, айналған ұрпағының ұрынына, Бауыржан батыр бабам, батыр бабам. Бауыржан
шыққан тегі дауылдан, алғыс алған қауымнан, қаһарманы қазақтың момышұлы бауыржан. Шыққан тегі дауылдан, алғыс алған қауымнан, қаһарманы қазақтың момышұлы бауыржан. Намысын айзағайдай шатырлаған, тайсалмай отқа кірген лапылдаған. Жауыздың талқандаған қас қамалын, бауыржан батыр бабам, батыр бабам. Бауыржан шыққан тегі дауылдан, алғыс алған қауымнан, қаһарманы қазақтың момышұлы бауыржан. Шыққан тегі дауылдан, алғыс алған қауымнан, қаһарманы қазақтың момышұлы бауыржан. Сүйінші, жеңешем ұл таптың. Ахметей бабасындай батыр болсын. Ақмолда бабасындай мәрт болсын. Бәйдірек бабасының әруақ қолдасын. Домалақ анамыз Жар болсын. Алқанекей нәрестеге бата берейік. Төл немерең, бел немерең ғой. Бата сөзі өзіңдікі. Ауыртау қырының мол еді, құрағы болсын қолынан. Қойнауы суға тол еді, бұлағы болсын құлының. Ел тілегі зор еді, шырағы болсын құлының. Ата тілегі оң еді, құмары болсын құлының. Бұл жер батырлар төр еді, сыңары болсын құлының. Әумин. Сізге сәлем беруге келдім. Әп бәрекелді. Қырық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шел болма. Бәрінен де шырағым, баялы жоқ ұл болма. Қадырым білмеппіз ғой тірі кезде, деп жылар сорлы қазақ мен өлгенде. Ұрпақ атар 80 мен 100-дігімді тарихтың түкпірінен сөз келгенде деп жазған батыр Бауыржан Момышұлы 24 желтоқсанда Жамбыл облысының Жуалы аудандағы Көлбастау ауылында дүниеге келген. Анасы Рәзия ерте дүние салады. Үйдегі қыздардың ішіндегі жалғыз ұл Бауыржан әжесі мен әкесінің тәрбиесінде өседі. Әкесі Момыштың Момынқұл көкесінен өлген егесі жас Бауыржанның бойына жақсы қасиеттер ұялауына себепші болады. Көкпар, бәйге, күрес, асық, ақсүйек, садақ ату сияқты ұлттық ойындарды тамашалап, өзі де ойнап өседі. Ауылда сауатын ашып, кейін Әулиеатадағы аса интернатында 3 жыл бастауыш сыныпта оқиды. Интернат ауласында балалармен бірге дене шынықтырып, күресіп, белтемірге тартылып, шымыр бола түседі. Бауыржанның тәрбиесінде әжесі қыз тумас ерекше орын алған. Әжесі немересін халықтың ән жырына, ертегі әңгімесіне сусындатып өсірген. Ал анасы Рәзия қазақ келіні. Шешесінен 3 жасында жетім қалған.
Оны әжесі мен әкесінің әңгімелерінен білетін жазушы Бауыржан ол кісі туралы көп жаза алмайтын еді. Сөйте тұра кішкентай өмір үзегі арқылы білікті, ұлттық салт-дәстүрімізге жетік, ибалы, иманды қазақ келіннің жақсы болмысын өте әдемі әрі дәл бейнелеген. Бауыржан Момышұлы 1950 жылы Кеңес армиясы бас штабының арнаулы жоғары әскери академиясын бітіріп, әскери академияда дәріс оқумен бірге шығармашылыққа бет бұрды. 1956 жылы демалысқа шығып, өмірінің соңында шығармашылық жұмыспен айналысты. Жазушылық таланты тез ұшталды. Ол шығармаларын қазақ, орыс тілінде жазып, қазақ әдебиетіндегі әскери проза жанрының негізін қалады. Жазушының өзекті тақырыбы Ұлы Отан соғысы кезінде жауынгерлер тұлғасын жан-жақты суреттеп сомдауға арналған. Солдат әні ортадағы математика пәнінің ұстазы Болатбек Ерғанат, саз пәнінің ұстазы Салтанат Абдилдаевна. Қай жерде отыр екен ботар көзін, жайнатып мөлдіреген қара көзін, армансыз болып еден сүйгізген айтар сағынғанда сені ойлаймысың мені, мөлдіреген көзің, балдан тәтті сөзің, айналайын сәулетайын, сәулем, 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 айналайын. Қуанышпен келер едім, ерлікті айдай жүзін көрер едім, гүлін адам ет армансыз құшақтайып сағынғанда сені ойлаймысың мені, мөлдіреген көзің, балдан тәтті сөзің, айналайын сәулетайын, сәулем, 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 алтатайын. Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында Адуындыда қатал әскери басшы ғана болып қана қойған жоқ. Сонымен қатар қарамағындағы жауынгерлер мен офицерлердің ақылгөй жетекшісі, мейірман тәрбиешісі де бола білген. Соғыс аяқталғанға дейін батальонды, полкты, ал соғыс аяқталғаннан кейін дивизияны басқарған. Жоғарғы әскери академияны бітіріп, сонда ұстаздық еткен. Кейін бір жола шығармашылық еңбекпен шұғылданып, қарудың орнына қалам алған. Қымбатты көрермендер, келесі кезекті жауынгер жүрегінен туған әнін айдарына береміз. Ертеңнен жазылған сөздерді өзі болған. Ылғи алтын іздеме, қазына оған толыға. Сол сөздер қу болма, зерек болдың көшеге. Қол аяғы болмаса, орнынан адам тұрмас. Қанатын жайып ұсқан мен, құйырсын өз. Талабы таудай садар, барлығын жинап беремін. Тырнақтарына әр жерде асыл елеште көздеріңізге тастама кірпішсіз құлауын. Қайзадан қол босаса қолан алдым, толғанып отойғанып көп ойландым. Тұрмысыз ай келгенше келгенімді жалтақтамай еміндей қашып салдым. Отырсам көп ойланып күнім жақын, әр адам біле бермей сесен
Жазушы болмаған соң менің затым, көркемді жұмыр емес жазған хатым. Салмақ тайтын саналы ес табылса, атау сездеге қалсын менің. Ән халықтың қазынасы демекші, сахнаны көркіменен құлпыртатын, даусыменен тамсандыратын, әнін қалықтатып, көрерменді иіріп алатын Қуандық қызы әдеміні Медет Салықовтың Жұмақ мекен әнімен қарсы алыңыздар. Даламды кезген бабамның жұмақ мекені, тауым мен тасай жастанса басы, анамның жұмақ етені қиялға батып қаймағын татып, туған жер сенің төреңде, атқылған талыдай, балалық қалыдай, өзегің менен беремде. Алыста қалған туған жер арман, кеудемнен сағым кетер ме? Сағымда салған, дүние жалған, әуелі бәнім жетер ме? Жайнаған көгім, ойнаған гүлім, жұрдымның байлық бесігі. Жайқалған көгім, шайқалған көгім, елімнің алтын бесігі. Елесін гүлде, кетемін шөлдеп, жасымда сауық құрған жер, жанымды тербеп, кеудемді кернеп, құрғандай келдеп қырдан жер. Алыста қалған туған жер арман, кеудемнен сағым жетер ме? Сағымда салған, дүние жалған, әуелі бәнім жетер ме? Алыста қалған туған жер арман, кеудемнен сағым кетер ме? Сағымда салған, дүние жалған, әуелі бәнім жетер ме? Бауыржан атамыз туралы жазылған естеліктер шалқар дария айдынына құйып жатқан мың бұлақты арналы өзендердің саласындай. Бауыржан атамызбен түрлі қарым-қатынаста болған сан қилы тағдырды басынан кешкен адамдардың естеліктері. Енді осындай естеліктер мен арнауларды тыңдасақ. Батыр баба Бауыржан. Бауыржандай батыры бар ел мықты, сондай батыр таба алмасқан жер мықты. Бар әлемге қазақ атын паш етіп, ұрпағына мирас еткен ерлікті. Жауларына жай оғынан от алды да қорғап қалды отанды.
сарбаздарын жеңіс күнге жеткізіп, халқының қаһарманы атанды. Зор даңқымен өтіп мына өмірден, өшпей тұғын, орын алды көңілден. Көшелерге, мектептерге, ауылға Бауыржан деп батыраты берілген. Бауыржан деп самал желде осы күн, қас батырдың қайталайды есімін. Бауыржан деп баласына ат қойып, аналар да тербетеді есімін. Астанада, аял аспан астында, ой көтеріп кереметтей тас тұлға. Мәңгі тірі Бауыржанға айналды мақтаны болып, кәрніңде жастыңда. Атар қойып шындығынан аңсаңыз, бұл бүгінгі құбыланды алпамыз, жалын құйған жүрегіне жастардың Бауыржанға бас иеміз бар. Аға, білмеймін не айтарымды, қай қырыңа білмеймін байғарымды. Тектіліктің тамыры сөзден бастап, тербеттің намысты байтақ елді, астанның жүрегі кеудесінде. Сөзі тұр халықтың сердесінде, Бауыржан болып қайтадан ораласың, әр қазақтың үлесіне беймізде. Аңыз болған есімі, аттан оқтай айтқан сөзі кесімді, ерге лайық мінез оның найзағай, ақ бозатпен қолдасқан қалт еткенде естеліктер қалдырып, қоршау бұзған жауды естен тандырып, ер Бауыржан аты есімі рух берген, жүректерде жігер отын жандырып. Қызуғанды командир ол намысты, жауға қарсы жан аямай алысты, ұмытпаймыз қаһарманы халықтың батыр ата Бауыржанның арысы. Бауыржан Момышұлының қаламынан шыққан шығармалар көп. Солардың бірегейін атасақ. Қанмен жазылған кітап, Ұшқан ұя, Москва үшін шайқас, Менің отбасым, Майдандас достарым, Генерал Панфилов, Төлеген Тоқтаров, Адам қайраты, Артымызда Москва. Бауыржан Момышұлы орыс және қазақ тілдерінде бірдей жазады. Оның біздің отбасы, Артымызда Москва, Майдандағы кездесулер сияқты кітаптары бірнеше шетелдік тілдерге аударылып басылған. Сөзін бірге қосылып айтып отырыңыздар. Жанартаудай шауға от боп атылдым. Ерлікпенен жеңіс таңын атырдым. Соң соғыста қайсар мінез танытқан ұрпағымыз Бауыржандай батырдың. Бауыржан батыр ерлігі, қайтпайтын мінез өрлігі, намысы биік қаһарман, қазағымның батырысың Бауыржан. От қоранып жатса дағы жан жағың, алғы шепте қол бастаған сардарым, құрметтейді есіміңді ардақтап, батырлықтың үлгісі деп қазағым. Бауыржан батыр ерлігі, қайтпайтын мінез өрлігі, намысы биік қаһарман, қазағымның батырысың Бауыржан. Бауыржан батыр ерлігі, қайтпайтын мінез өрлігі, намысы биік қаһарман, қазағымның батырысың Бауыржан. Теңдесі жоқ тарихта сен алыпсың, жұлдыз болып жарқырапсың, жанымсың. Анталаштың намысы боп айбарлы,
айтпайтын мінез өрлігі, намысы биік қаһарман, қазағымның батырысың бауыржан. Оттан да, оқтан да қорықпаған бауыржан едім. Кейінгі кезде қорқынышым көбейіп барады. Балаларға бесік жырын айтатын келіндерімнің азайып бара жатқанынан қорқам. Екінші, немерелеріне ертек айтатын келін әжелерімнің азайып бара жатқанынан қорқам. Өйткені бесік жырын естіп, ертегі тыңдап, дәстүрді бойына сіңіріп өспегеннің көкірегі көр бола ма деп қорқам. Ал көрдің қолына балта берсең, шаба салады, бақыр берсең, ала салады, найза берсең, сұла салады, намыстан байып, ұға салады. Мен туғаннан, табиғатынан болған соқырлықты айтып отырған жоқ, тауып алған соқырлықты айтам. Егер ондай соқырлықтан жазылмаса, халық болудан қаламыз ба деп қорқам. Қорықпаңыз батыр ата, сіздің аманатыңыз біздің жүрегімізде. Мен ертек жырын тек ән деп емес, баламның құлағына құйылған ана тілінің ең алғашқы уызы деп білемін. Менің әдебием үлкен әрі алуан елін таппайды, бұлақтың алдында тұтпайды. Бауыржан балам-ау, біз әлі де ертек айтамыз. Біздің ертекте жай ғана қиял емес, олар батырлықтың мектебі, әділдіктің есі ғой. Тарихпен негізінен ашамыз. Иә балам? Ертек айта қойшы. Ертеде мытықпен әдет дот болыпты, мытық әдетке абайла деп өркептеді. Мытық үйден кеткен түлкі келіп бола дейді. Әдет, алтын айдаруы, терезеге қарады, тағын бұрта келді. Әдет терезеге қарған кезде түлкі оны ұттап алады. Әдет мытықтың құтқарады. Әдет мытықтысына рахметін айтады. Бұл үзінді Бауыржан Момышұлының ұлттық тәрбие мен салт дәстүрінің болашағына алаңдаушылығын білдіретін ең танымал әрі терең мағыналы сөздерінің бірі. 2026 жылдың биігінен қарасақ та, бұл монологтың өзектілігі жоғалған жоқ. Бесік жыры мен ертегі бұл жай ғана фольклор емес. Баланың санасына ұлттық кодты, мейірім мен намысты егетін алғашқы рухани құнар. Тауып алған соқырлық, батырдың айтып отырғаны рухани мәңгүрттік, өз тарихын, тілін және салтын білмей өскен ұрпақтың тағдыры мен ұлттық намыстың жоқтығы. Халық болудан қалу қаупі. Егер ұрпақ сабақтастығы, әжелер мен келіндер арқылы берілетін тәрбие үзілсе, ұлт өзінің бірегейлігін жоғалтады. Қазақтың кең даласындай дархан рухын, елдік пен ерлікті бойына сіңірген ән. Бұл туынды өткенге тағзым, бүгінге мақтаныш, болашаққа сенім. Olmağında giderim, o sallanma tatla öderim. Şimdi жүрек толқынындай жалғанда, аламанды арыздырмай кетерім. Қазақ болып толмағанда нетерім, өкініш күндерден өтерім. Қасиетті домбырамды қолға алмай, көңілімді әуен етпей кетерім. Мен қазақтың
бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуам деген бар қазақ. Мен қазақтың түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақтың, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, дүреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып болмағанда не дерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айырылып, жеті адамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып болмағанда не дерем, қонақ жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат азық артта құртмайсыз, қарным ашып өлерем. Мен қазақтың бойымдағы қан қазақ, мен қазақтың, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаныммен қуам деген бар қазақ. Мен қазақтың түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақтың, мен айтатын жар қазақ. Сүйеу болсын, дүреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақтың, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуам деген бар қазақ. Мен қазақтың түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақтың, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, дүреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақтың, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуам деген бар қазақ. Мен қазақтың түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақтың, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуам деген бар қазақ. Мен қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қорқамын деп айтса да батыр бабам, қорғады ұлт намысын жаттан аман. Бесік жырын ертегін жаттап өскен, сіз салған сара жолмен аттар қадам. Айбарынан қаймыққан қалың жауың, сөздерін сарқылмайтын асыл ағын. Өзіңдей батыр туған қазақ елі, биікке асқақтан жіберлік туын. Кеше Бауыржан Момышұлының туғанына 115 жыл толды. Даңқты қолбасшының нағыз иелік жолы елімізбен қатар шетелде өте танымал. Халқымыз оны қаһарман тұлға ретінде құрмет тұтады. Бірақ әйгілі батырға ресми түрде халық қаһарманы атағы берілмеген. Облыс жұртшылығы, зиялы қауым өкілдері, тіпті жастарымыз да осы мәселені көтеріп жүргенін білеміз. Тарихи әділдікті қалпына келтіруіміз керек. Сондықтан мен мемлекет басшысы ретінде Бауыржан Момышұлына халық қаһарманы атағын беру туралы шешім қабылдадым. Батыр рухы мәңгілік еліме. Мен соғыстың сарбазымын. Ал сен бейбіт күннің қорғаушысысың.
Күйшілікке қарсы тұру. Елімде соқсын жүрегім, елім батылмайын салмайын, көңілім көже салмайын, үреп жүрегім. Жәнібек болып жұмылдым, керейде болып туылдым, қазақ хандық болып құрылдым. Ақтабанымда сүрініп, алқа көлінде шұбырып, елім майшылап қырылдым. Қобыздың бірақ құлағын домбыра болып сұладым. Дауылдарға да шыдадым, жалындар да жыладым. Көшпелі елім мәңгілік, көшпесін сенің жырағың. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім. Елім батылмайын салмайын, көңілім көже салмайын, үреп жүрегім. Рух, тәртіп, елдік. Бүгінгі батырлар. Ел үшін аянба, ердің есін. Бауыржан Момышұлына мәңгі тағзым. Сахнада ой сөйлесін, сахнада сезім тербелсін, өнер мен шабыт жол ашар. Шабыт жастар театрының тұсауы кесілсін. Ортаға театр мүшелерін қошеметпен шақырайық. Өнер мен рухтың ордасына айналсын деген ниетпен Шабыт жастар театрының тұсауын кесуге рұқсат етіңіздер. Ендеше бастаса елдің көсемі, сөйлесе сөздің шешені, ақылы асқан абыздай бар түйінді шешеді дей отырып, ұрпақ тәрбиесін ұлт болашағымен ұштастырып, білім ордасының дамуына ұйытқы болып отырған гимназия басшысы Гүлмира Әбілмәжінқызын қошеметпен ортаға шақырайық. Қымбатты ұстаздар және қымбатты біздің шәкірттеріміз және бүгінгі шараға келіп отырған қымбатты қонақтар. Бұл білім мен тәрбие қатар жүргенде ғана елдің болашағы нық болатындығын білдіретін терең мағыналы өсиет. Осындай тарихи тұлғаларды дәріптеу арқылы біз оқушыларымыздың бойына патриоттық сезім, елге деген сүйіспеншілік, жауапкершілік пен адалдық қасиеттерді сіңіреміз.
Бұл кеш тек еске алу ғана емес, өткенге өнеге, болашаққа нық қадам. Осы орайда тарихи кештің жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан ұстаздар мен оқушыларға алғысымды білдіремін. Батыр бабамыздың ерлік рухы әрдайым жүрегімізде сақталып, жас ұрпаққа шамшырақ бола берсін. Болашағымыз жарқын, деніміз сау, бейбітшілік өмірде, тәуелсіз еліміздің жарқын болашағында табысты еңбек ете берейік. Бүгін гимназиямыздағы бір жақсы шара, бастама жақсы. Шабыт деген керемет театрдың тұсауын кесейік деп отырмыз. Қадамдарыңыз құтты болсын. Театрдың құрамы көбейе берсін. Бұдан да керемет шараларды өткізе беріңіздер. Үшінші ма? Енді алда бізде үлкен бір шара өтілейін деп жатыр. Облыстық семинар өтейін деп жатыр. Сол семинарда тағы да осындай керемет шара көрсет. Атымыз облысқа танымал болсын, тәжірибемізді облыс көлемінде таратып, ұстаздарымыздың еңбегі дәріптеле берсін. Құтты болсын. Ал ашылды. Жастар, Шабыт жастар театрының жолы ашық болсын. Шабыты шалқысын. Көрермені көп, ғұмыры ұзақ болсын. Құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Yeah.